бір 2030 жылы Қазақстан қандай деңгейде болады бір айтып берейін. Әзілмен енді. Бір түс көрдім. 2030 жыл екен. Өлмеппін әлі тірі екен. 80-ге жасым жетсе де 90 жастан шығады деп пенсияға шыға алмай жүр екен. Бірақ та Қазақтан шыққан бір ғалым таң қалдырып қаламды, жасартатын адамды дәрі ойлап тауыпты. Сол сөйленген дәріге әлемнің көңілі ауыпты. Ауғанмен бірақ не пайда? Көп адам емін таппайды екен, өйткені дәрі қазақ тілін білмейтіндерге жақпайды екен. 2030 жыл екен. Тіліміз біздің тіл екен, жер шарының адамы қазақша үйреніп жүр екен. Ағылшын тілі әлсіреп екінші орында тұр екен. Теңгенің құны құн екен. $100 ақштың бірақ теңге болып тұр екен. Қазақтар әбден байықты, байлықтарына лайықты, бас-басында завод, қанатын кеңге жайыпты. Инвесторлар баяғы елдеріне тайыпты. Төлейді екен қазекем, шетелдіктерге айлықты. 2030 жыл екен. Өлмеппін әлі тірі екен. Бұл НАТО басшылары Қазақтан шыққан ұл екен. Әлемдегі барлық спорт түрлерін Қазақ басқарып жүр екен. Өтпелі кезең тұсындағы құтылып біз түгел азаптан ақш, Ирак, Индия, бұлардан қалмай Қытайдың президенттерін сайлапты, өзіміздің Қазақтан. Кітабына Гиннестің алтыннан жазып парақты, өнер тапқыш бір қазақ аузына елді қарапты. Бірінші болып ойлап тауыпты, планета аралық өзі шатын табақты. Сатылады екен ұшқыш табақтар тек қазақша білгенге, қымбат емес бағасы бар болғаны бір теңге. Ұшқыш табақ қазақтың Сатурн барып қоныпты. Инвестиция салып Марсқа еңбегетін болыпты. Юпитер, Нептун жерлері 4 малға толыпты. Қазағымның ұзын саны 3 миллиардтан асып кеткен, енді қазақтарға жете алмаймыз деп китайстар басқа жаққа қашып кеткен. 2030 жыл екен. Өлмеппін әлі тірі екен, шетелдіктер дорбалқалап Қазақстанда жүр екен. Бір француз, бір жапон, қой бақсақ қалай болар деп қазақша сөйлеп тұр екен. Рахмет.